Отын энергиясы жөнінде айтайық. Бірінші суретке қараңыздар. Ағаш жанғанда қоршаған ортаға жылу бөледі. Газ жанғанда жылу бөлінеді, майшам жанғанда жылу бөлінеді. Яғни біз жылу сеземіз. Осы қанша жылу бөлінген есептеу үшін осы формуланы қолданамыз. Q тең QM деген. Мұндағы үлкен Q ол жану жылуы. Жану жылуы. Яғни бөлінген жылу мөлшері ортаға, жылу мөлшері. Өлшем бірлігі джоуль. Кішкентай Q отының меншікті жану жылуы. Меншікті жану жылуы. Өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм. М деген біздің отының массасы. ХБЖ-да килограмм аламыз. Меншікті жану жылуы деген физикалық мағынасына тоқталайық. Егер біз массасы 1 килограмм затты жаққанда, яғни ол толық жанғанда, бөлім шығатын жылу мөлшерін Q-ді сол кішкентай Q болады. Яғни меншікті жану жылуы болады. Сонымен біздер меншікті жану жылуын кестеден аламыз, оқулықтың артында кестеден. Ол қайдан шықты? Ол мысалы мұнай болса 1 килограмм мұнайды жағамыз, содан шыққан жылу мөлшері сол мұнайдың меншікті жану жылуы болады. Немесе ағаш, құрық ағаш жағамыз, 1 килограмм ағаштан бөлім шыққан жылу мөлшері ол кішкентай Q болады, меншікті жану жылуы. Сол сияқты газ, майшам, барлығы осылай есептеліп кестеге толтырылған. Мысал қарастырайық. Көлемі 5 метр куб құрық ағаш толық жанғанда қанша жылу бөлінеді? Берілгені көлем бізде 5 метр куб. Жану жылуы меншікті бізде 13, оның 6 дәрежесі. Бұны біз кітаптың артынан аламыз, оқулықтың артында кестеден. Тығыздығы бізде ағаштыққа кестеден аламыз, 700 килограмм метр куб. Табу керек. Жану жылуы. Талдау. Ол бізде Q тең QM. Масса керек, масса деген тығыздық көбейту көлем. Шешуі. Q бізде 13, оның 6 дәрежесі джоуль килограмм. Көбейтеміз масса ровы. Ро деген бізде 700 килограмм метр куб. Көбейтеміз көлем 5 метр куб. Калькуляторын көбейтеміз 455, оның 8 дәрежесі джоуль шығады жауабы. Келесі мысал. 40% пештен 0,5 килограмм ағаш көмір жағу көлемі 100 литр суда қанша градусқа дейін жылытуға болады дейді. Жазайық. Берілгені. Пәк бізде 40%. Ағаш бізде М2 дейік оны 0,5 килограмм. Ағаштың бізде меншікті жану жылуы 34, оның 6 дәрежесі джоуль килограмм. Так, су бізде бірінші номер болсын, В1 100 литр көлемі. Оның тығыздығы 1000 килограмм метр куб. Оның меншікті жылу сыйымдылығы 4200 джоуль килограмм градус. Бізге табу керек қаншаға дейді, дельта Т. Табу керек. Градус, қанша градусқа жылиды? ХБЖ. 100 литр 1000-ға бөлеміз, 0,1 метр куб. Талдау. Пәк бізде пайдалы жұмыс бөлеміз, толық жұмыс көбейту 100%. Біздің пайдалы жұмыс ол суды жылыту, яғни ол А пайдалы Q1 болады. Q1 деген ол CM дельта Т. Толық жұмыс ол біз Q2 деп алайық. Ол біз ағаш жақтық М2. М1 қажет болады, ол тығыздық көбейту көлем. Сонда бізде пәк пайдалы жұмыс ол CM деген ол ровы дельта Т. Q2-ден толық жұмыс QM2 көбейту 100%. Осыдан біз дельта Т-ны қорытамыз. Яғни пропорция кесте көбейтеміз. Сонда бізде дельта Т тең болады пәк көбейту Q көбейту М2. Мұнда С, Ро, В1 көбейту 100%. Осы формуланы қолданып шығарамыз. Шешуі бүйт бөліп қойын. Сонда дельта Т тең болады. Сегізғанша жазайын. 40%, Q деген 34, оның 6 дәрежесі, масса 0,5 килограмм. Мұнда 4200, С бізде Ро деген 1000, оның 3 дәрежесі, В деген бізде 0,1, 100%. Калькулятормен есептейміз, сонда бізде жуықтағанда 16,2 градус шығады.
Келесі мысал, масса 100 грамм бензин толық жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерінде жылу алу үшін қанша тас көмір жағу керек? Берілгені масса 1 бар 100 грамм бензин ол. Бензиннің бізде жылу мөлшері 4,6, оның 7 дәрежесі. Оны кестеден аламыз, джоуль килограмм. Тас көмір жылу мөлшері меншікті 3 оның 7 дәрежесі, джоуль килограмм. Табу керек, қанша көмір дейді, М2-ні табу керек. Біз айтады жылу мөлшерлері бірдей дейді, Q1 тең Q2. ХБЖ-ға айналдырамыз, 100 грамм мыңға бөлеміз, 0,1 килограмм. Талдау. Берілген бойынша Q1 тең Q2. Q1 деген ол QM1, Q2 M2. Бұдан M2 табу үшін пропорциямен көбейту бөлу болып барады, яғни Q2 бөліміне барады. Осы формуланы қолданып біздер есептейміз. Шешімі есептейміз. М2 тең болады бізде. Q1 деген 4,6, оның 7 дәрежесі джоуль килограмм. Көбейту 0,1 килограмм. Q2 бізде 3 оның 7 дәрежесі джоуль килограмм. Мұнда джоуль килограмм қысқарады, оның 17 қысқарады. Қалғанын калькулятормен есептейміз. 0,100-ден 1000-нан 153 килограмм болады жауап.